Қайырлы күн оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы екі айнымалысы бар теңдеулер. Егер теңдеудің құрамында бір емес бірнеше айнымалы болса, онда ол бірнеше айнымалысы бар теңдеулер деп аталады. Мынандай мысалдарды қарастырайық. X-тің квадраты қосылған Y-тің квадраты азайтылған XY азайту X тең болады 0. Мынау теңдеу екі айнымалысы бар теңдеуге мысал бола алады, өйткені оның құрамында X және Y екі айнымалыны көріп отырсыздар. Енді келесі теңдеуді қарастырайық. X-тің квадраты қосылған Y-тің квадраты азайтылған Z-тің квадраты қосылған X куб Y Z азайтылған 5 тең болады 0. Мына теңдеу балалар үш айнымалысы бар теңдеуге мысал бола алады. Өйткені көріп отырсыздар, оның құрамында X, Y және Z үш айнымалысы бар екен. Енді осы көп айнымалысы бар теңдеулердің дәрежесін қалай анықтаймыз, соған тоқталайық. Көп айнымалысы бар теңдеулердің дәрежесін анықтау үшін оның құрамындағы қосылғыштардың дәрежелерін жеке-жеке анықтап аламыз. Қосылғыштардың ең үлкен дәрежесі осы теңдеудің дәрежесін береді. Мынау соңғы теңдеуіміздің дәрежесін анықтап көрейік. Ол үшін қосылғыштардың дәрежесін анықтап жазамыз. Бірінші қосылғыштың дәрежесі 2-ге тең, X-тің квадраты. Екінші қосылғыштың дәрежесі 2-ге тең. Үшінші қосылғыштың дәрежесі 2-ге тең. Төртінші қосылғыштың дәрежесін есептеу үшін біз оның құрамындағы әріптердің дәрежелерін қосып шығамыз. X-тің 3 дәрежесі бар, Y-тің 1 дәрежесі, Z-тің 1 дәрежесі, қосындысы 5-ге тең. Олай болатын болса, бұл теңдеуіміз үш айнымалысы бар 5-ші дәрежелі теңдеу болады. Енді екі айнымалысы бар теңдеулердің геометриялық мағынасына тоқталайық. Ол үшін біз төменгі сыныптардан өзімізге таныс бірнеше функцияларды қарастырайық. Y тең болады kx қосылған b. Бұл сызықтық функция. Y тең болады ax квадрат қосылған bx қосу c квадраттық функция. Y тең болады k бөлінген x. Бұл кері пропорционалдық тәуелділік. Тағы сол сияқты осындай функциялармен біз төменгі сыныптардан таныспыз. Енді бірінші теңдеуге назар аударыңыздар. Бірінші теңдеу ол екі айнымалысы бар бірінші дәрежелі теңдеу. Мұндағы k менен b ол тұрақты сандар. Олай болатын болса, бірінші дәрежелі теңдеулер ғана сызықтық теңдеулер болып табылады екен, ал одан өзге теңдеулердің барлығы сызықтық емес теңдеулер болып табылады екен. Енді осы екі айнымалысы бар теңдеулердің геометриялық мағынасы дегеніміз осы теңдеулерге сәйкес функциялардың графигі болып табылады. Мысалға, бірінші теңдеудің графигі ол түзу сызық, екінші квадраттық функция графигі парабола, үшінші кері пропорционалдық графигі гипербола, тағы сол сияқты. Сонымен қатар біз төменгі сыныптардан осындай функционалдық тәуелділікті анықтамайтын теңдеулермен де таныспыз. Ондай теңдеулердің мысалы x минус x0-дің квадраты қосылған y минус y0-дің квадраты тең болады r-дің квадраты. Бұл центрі x0, y0 нүктесіне жататын және радиусы r-ге тең болатын шеңбердің теңдеуі. Келесі мысалды қарастырайық. Бізге теңдеу берілген, теңдеудің геометриялық мағынасын анықтауымыз керек. Ол үшін біз теңдеудің сол жақ бөлігін түрлендірейік. X-тің квадраты азайтылған 2x қосу 1, 1-ді қосып 1 шығарайық. Қосылған Y-тің квадраты қосылған 4y қосу 4, азайту 4, азайтылған 20 тең болады. 4-ті қосып 4 шығарып тастадық. Топтап жазайық. X-тің квадраты азайтылған 2x қосылған 1 қосу Y-тің квадраты қосылған 4y қосылған 4 азайтылған. Енді қараңыздар, мұнда минус 1 бар, минус 4 және минус 20 бар. Бұлардың қосындысы минус 25-ті береді. Сонымен біз берілген теңдеуді мынау түрде жазаламыз. Бірінші жақша бұл x минус 1-дің квадратына тең. Екінші жақшамыз y қосылған 2-ның квадратын береді. Тең болады минус 25-ті теңдіктің екінші жағына шығарып жіберейік. 5-тің квадраты. Бұл алған теңдеуіміз центрі 1-де минус 2 нүктесіне жататын және радиусы 5-ге тең болатын шеңбердің теңдеуі
болады екен. Олай болатын болса, оның геометриялық мағынасы дегеніміз мына суретте көрсетілген шеңбер болады. Жалпы екі айнымалысы бар теңдеулерді былай белгілеп жазамыз. fx y тең болады 0. Егер қандай да бір x0, y0 сандары берілген теңдеуді санды тепе-теңдікке айналдыратын болса, онда осы сандардың жұбы осы теңдеудің шешімі деп аталады. Келесі мысалды қарастырайық. Төмендегі нүктелердің қайсысы x көбейтілген y тең болады 9 теңдеуінің графигіне тиісті. Бізге мынандай 3 нүкте берілген, A, B, C нүктелері. Нүкте теңдеудің графигіне тиісті немесе тиісті еместігін қалай анықтаймыз? Ол үшін осы нүктенің x және y координаталарын теңдеудегі x, y айнымалылардың орнына қойып тексеріп көреміз. Бірінші нүктені тексеріп көрейік. Бұл нүктенің x координатасы 3-ке тең, y-ге 2-ке тең. Көбейтіндісі 6. Теңдік орындалмады. Олай болса, бұл нүкте графикке тиісті емес. Келесі нүктені қараңыздар. Бұл нүктесі x координатасы 6-ға тең, y координатасы 3 бөлінген 2. Көбейтейік. 6 менен 2-ні қысқартсақ 3 болады. 3 пен 3-тің көбейтіндісі 9-ға тең. Теңдік орындалып тұр. Олай болатын болса, бұл нүкте графикке тиісті. Үшінші нүктені қарайық. X координатасы 1-ге тең, y-ге 9-ға тең, көбейтіндісі 9. Тағы да теңдік орындалды. Ендеше бұл нүктеде графикке тиісті болады. Келесі мысал, гиперболаның асимптоталарын теңдеуін жазыңыз. X, y азайтылған 2x қосылған 3y тең болады 7 теңдеуі берілген. Гиперболаның асимптоталарын теңдеуін жазу үшін алдымен түрлендіру жұмысын жүргізейік. Y-ті жақшанысына шығарайық. X қосылған 3 тең болады. Минус 2-ні теңдіктің екінші жағына шығарсақ, 2x қосылған 7. Y-ті өрнектеп алайық. 2x қосылған 7 бөлінген x қосылған 3-ке тең. Y-тен болады. Енді мынау бөлшектің алымын түрлендіріп жазайық. 2x қосылған 6 қосу 1 түріне келтіріп жазалайық. Бөлінген x қосылған 3. Енді теңдіктің оң жақ бөлігін қосылғыштарға жүктеп жіберейік. Y-тен болады. Ал алғашқы 2 қосылғыштан 2-ні жақшанысына шығарсақ, x қосылған 3 болады. Бөлінген x қосылған 3. Қосылған 1 бөлінген x қосылған 3. Олай болса, берілген теңдеуіміз мынау түрге келеді екен. X қосылған 3-терді қысқартсақ, 2 қосылған 1 бөлінген x қосылған 3. Енді гиперболаның асимптоталарын жазуымызға болады. Біз төменгі сыныптардан білеміз, санды 0-ге бөлуге болмайтындығын. Олай болатын болса, мынау бөлшектің бөлімінде x қосылған 3 0-ге тең бола алмайды. Ендеше x минус 3-ке тең бола алмайды. Бұдан шығатыны x тең болады минус 3. Бұл гиперболаның вертикаль асимптотасы болады екен. Енді горизонталь асимптотасын табайық. Ол үшін теңдеуге назар аударыңыздар. Егерде мынау бөлшектің мәні 0-ге тең болмайтын болса, онда y-тің мәні еш уақытта 2-ге тең бола алмайды. Яғни y тең болады 2. Бұл гиперболаның горизонталь асимптотасы болады екен. Сонымен біз гиперболаның асимптоталарын таптық. Сонымен оқушылар, екі айнымалысы бар теңдеулер бойынша айтылатын қысқаша мәлімет осы. Енді өздеріңіз үйде мынау есептерді шығарып, бүгінгі сабақты пысықтаңыздар. Теңдеулердің дәрежесін анықтаңыздар және теңдеулердің графигін салыңыздар. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.